Эдгар Аллан По. Тірідей жерленгендер. Екінші бөлім. 1810 жылы Францияда тағы біреу тірідей жерленеді. Мұның өзі шынайы оқиғаның шығармашы қиялынан әлдеқайда асып түсетінінің айқын куәсіндей. Ол оқиғаның кейіпкері тіпті текті әулеттен шыққан бай да асқан сұлу бойжеткен бикеш мадемуазель Викторина Лафуркат еді. Оның іңкәрлерінің ішінде Париждің жалаң аяқ кедей әдебиетшісі әлде журналист Жюльен Бюссе деген біреу болады. Соның дарыны мен жібектей мінезін баурап алған мол байлыққа мұрагер қыз шынында жан тәнімен соған ғашық болса да, жастайынан сүйекке сіңген тәкаппарлықтың салдарынан ол оны менсінбей атақты банкир әрі әйгілі елші Мюссе Ранельге күйеуге шығады. Бақытсыз байқұс әлі өлмеген екен. Жұрт жаңсақ күйеу суи бастады да араларында дүрдараздық пайда болады. Бірнеше жыл солай бірге тұрып, ақыры сол бейбақ байқұс қайтыс болады. Яғни көргендердің ешқайсысы оның қайтыс болғанына күмән келтірмейді. Оны сағанаға қоймай туған жеріне жақын маңдағы зиратқа барып жерлейді. Қайғыдан құса шеккен баяғы ыстық сезімі әлі суи қоймаған оның бұрынғы ғашық жігіті енді өлген әйелдің қабірін ашып, ескерткішке оның бұрымын кесіп алу үшін сонау алыстағы провинцияға аттанады. Ол бейітті іздеп тауып, түн ортасы ауғанда табыттың қақпағын көтеріп, енді бұрымын кесе бергенде ғашығы көзін ашады. Сөйтсе, ол тірідей жерленген болып шығады. Бақытсыз байқұс әлі өлмеген екен. Жұрт жаңсақ өлдіге санаған оны ғашығының ыстық ықыласы мәңгі ұйқыдан оятады. Ол дереу оны өзі түскен мейманханадағы бөлмеге апарады. Медицинадан әжептәуір хабары бар жігіт күшті дәрі-дәрмек қолданады. Ақыры келіншек есін жияды. Өзін ажалдан алып қалған адамды таниды. Денсаулығы әбден жөнделгенше сонымен бірге тұрады. Әйелдің жүрегі тас емес қой. Алғаусыз махаббаттың ақыры талғамы оның көңілін жібітеді. Сөйтіп, ол өз тағдырын Бюссеге қосады да бұрынғы жұбайына қайтып оралмайды. Әйтсе де өзінің қайта тірілгенін құпия сақтап, ғашығымен бірге Америкаға асып кетеді. Өткен уақыт сыртқы түр-тұлғасын өзге тұрмақ, туған туысқандарды танымастай етіп өзгерткеніне кәміл сенген екеуі 14 жылдан соң Францияға қайта оралады. Алайда олар қателеседі. Алғаш кездескен сәттен-ақ Мюссе Ранель өзінің бұрынғы зайыбын таниды да оның өзіне қайтып келуін талап етеді. Ол талабын қабылдамайды. Әділ сот істі әйелдің пайдасына шешіп, ерекше жағдайға, сондай-ақ ұзақ уақыт өтуіне байланысты әлгінде ғана емес, заң жүзінде де жұбайлық праводан айырылғаны жөнінде үкім шығарады.